Қысқасын айтқанда, біздің ішіміз пысты. Мен бір күні ішім пысып жүрді. Мен сосын жүгіруді шештім. Мен жүгіріп, қайтадан ішім пысып кетті. Қатты ішім пысып отқан кезде, менің қасыма досым келді. Оның аты Нұрасыл. Дос, қалайсың? Не істеватсың? Жақсы, жақсы. Давай кеттік. Екеуміз жүгірейік кеттік. Сөйтіп біздің қайтадан ішіміз пысып кетті. Отырдық, сосын біз билеуді шештік. Билеп жатқан кезде біздің қасымызға бір қыз келді. Сәлем, достар. Сөйтіп біз ол қызбен дос болдық, және де біз онымен амандастық. Біз амандасқанда жүгіруді шештік. Қайтадан ішіміз піскенде Алин айтты: біз жүгіре берейік, бәлкім мына жаққа жетіп қалармыз дегенде, қасымызға ол келіп, ол да қосып айын деп жүгірді. Біз қатты жүгірдік. Одан да қатты жүгірдік. Өміріміздегі ең қатты немен жүгірген кезде шаршап қалдық. Қысқасын айтқанда, біздің ішіміз пысты.